Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған әдебиеттік оқу пәні бойынша бейбіт өмір тамаша тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі оқу мақсатымыз шығарманы дауыстап, түсініп, рөлге бөліп, мәнерлеп оқу, теріп оқу және де шапшаң оқу. Дескрипторы өлеңдегі негізгі ойды анықтаймыз. Шығармашылық жұмысты түрлі нұсқада ұсынамыз. Ендеше мына суретке қарап, жер бетіндегі бейбіт өмір туралы әңгімелеңдер. Және де ақ көгершін әнін тыңдап, қосыла шырқаңдар. Ақ көгершін, көгершін, қолғанат құс сен едің. Бар кезіп қайт ел үшін, кең дүниенің көлемін. Әділеттің құсы деп көз алмастан жолыңдан, бақыт болып қоншы деп ұшырамын қолымдан. Ел тілегін алып ұш, адамзаттың бағына. Қара бұлттың жарығы, мұхиттың арғы жағына. Жарайсыңдар. Әнді тыңдап бір сергіп алдық. Өлеңді тыңдаған кезде қандай сезімде болдыңдар? Бұл әнді тыңдаған кезде бойымызда патриоттық сезіміміз оянары анық. Ендеше осындай патриоттық әндер шығарған ақынмен таныс болайық. Ораза ақын Асқар 1935-2019 жыл аралығында өмір сүрген ақын. Қытайдың шығыс Түркістан өлкесіндегі Іле аймағы Мүкей Қаратас жерінде дүниеге келген. Ақынның балаларға арнап жазған «Бала болғым келеді», «Рәміздерім», «Қазақпын», «Қорға қазақ тіліңді» тағы да басқа өлеңдері бар. Ендеше Ораза ақын Асқардың «Жұлдыз тойы» өлеңін түсініп оқыңдар. Және де мына заттар ақын үшін ненің белгісі? Анықтап көріңдер. Үй тапсырмасы. Қорытындыла. Өлеңдегі негізгі ой қай шумақта айтылған? Оқып бер. Тілегіміз бейбіт күн тақырыбына сурет салыңдар. Осы үй тапсырмасы бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.